Сәлем қыздар, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен үлпілдек, жұмсақ және де өте дәмді американдық пончиктердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, аздап жылы су, тұз және де қантымызды салып араластырамыз. Енді ашытқыны және жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Ұнның жарты бөлігін салып араластырамыз. Қалған ұнды салып араластырамыз. Қамырды ыдыстан босатып, ортасына еріп тұрған сары майды салып, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Көп ұн қоспаңыздар, осындай қолға қатты жабыспайтын қамыр болып шығуы қажет. Ыдыстың түбін сұйық маймен майлап, қамырға да аздап май жағамыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп бір айналдырып аламыз. Міне осындай қамыр болып шығуы қажет. Ыдысымызға салып, бетін салафанмен жауып, көтерілгенше 2 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз 2 сағаттың ішінде толықтай көтеріліп шықты. Көтерілген қамырымызды бір қайырамыз және де майлап ыдыстан босатып аламыз. Енді қамырымызды 2 бөлікке кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей көз мөлшермен немесе таразының көмегімен бірдей бөлшектерге бөлеміз. Қамырларымызды бір қайырып алып, осылай қолымызбен айналдырып отырып, домалақ пішінге келтіреміз. Дәл солай қалған бөліктерді де домалақ пішінге келтіреміз. Бетін салафанмен жауып, көтерілгенше 15-20 минутқа қалдырамыз. Пергамент қағазын осылай 4 бұрышты қылып кесіп дайындап аламыз. Көтерілген қамырды пергамент қағазына қойып, үстінен ақырын басамыз. Енді осындай насаткамен тура ортасына басып кесіп аламыз. Пончиктер көтерілу үшін тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Майымызды ең бірінші қыздырып аламыз, содан кейін астын жай отқа қойып қоямыз. Видеодағыдай пончиктерді ақырын бір жерінен салып пісіреміз. Осындай суши таяқшасымен екінші жағын аударып, қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл солай қалған пончиктерді де пісіреміз. Алдағы уақытта тағы да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Міне біздің пончиктеріміздің ортасы толықтай пісті, өте жұмсақ және де үлпілдек болып шықты. Бетіне сахарный пудра сеуіп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Немесе бетін сәндеу үшін глазюр дайындаймыз. Ол үшін сахарный пудраға 2 жұмыртқаның ағын және де кукурузный крахмал салып араластырамыз. Осындай масса болған соң миксерлейміз.
Міне осылай аппақ пена болып шығады. Енді ең соңынан бір ас қасық сүт құйып, тағы да миксерлейміз. Міне біздің глазюріміз дайын болды. Осыны 3-ке бөлеміз, қалауыңызша краситель қосып, түсін өзгертсеңіздер болады. Енді пончиктерді толықтай глазюрге батырып аламыз. Бетіне осындай стружке сеуіп шығамыз. Бетіндегі глазюр қатқанша 20 минутқа қойып қоямыз. Орео печенесін езіп бетіне сеуіп шығамыз. Қалғандарын шоколадты ганашпен әсемдесеңіздер де болады. Осылай шоколадқа батырып алып, бетіне орех сеуіп шықтым. Міне біздің американский пончиктеріміз дайын болды. Өте ерекше, дәмі деген өте керемет болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше.